Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Менің атым Қайрат Медиев. Мен 1987 жылы әскерге шақырылып, Совет әскерінің құрамында Ауғанстандағы азаматтық соғыста болдым. Мен Кундуз провинциясында 149-шы мотострелковый полкта служить еттім. Бірақ 3-ші батальон 7-8-ші рота Бағланда тұрды. Біз 7-ші рота Южный Бағланда тұрдық, 8-ші рота Северный Бағланда тұрды. Сол басында мен Сахарный заводта болдым, бірінші точкада Южный Бағланда, сосын 7-ші улицада болдым, ол 4-ші точка. Біздің жаңағы тұрған жеріміз Зеленка, орман, сол орманның ішінде жаңағы жол өтеді. Сол жолдың бойына 7 точка заставы қойып тастаған, әрқайсында 20 баладан шамамен. Осылай 7-ші рота сол жолды күзетуден болдық. Жолды күзетеміз, жолдан өткен машиналарға, колонналарға қауіпсіздік көрсетеміз. Біздің басты мақсатымыз сол, ауған халқына көмектесу және өзіміздің беріңіздер. Кто отдал жизни во имя счастья других людей дейді. Бұл других людей деген, бұл жаңағы ауған халқы үшін өмірін бергендер деген сөз ғой. Бізде Ауғанстанда карантин деген болған. Карантин жариялайды, яғни. Карантинді 2 жағдайда карантин жариялайды. Біріншісі ол мынау жолды жаңағы боевиктер жолда көбейіп кетіп, машиналарға қатты шабуыл жасап, атқылап, сондай жол жабылып қалады. Машиналар тұрып қалады, жаңа өртенген, жанған машиналар. Сол кезде карантин жарияланады да, жолды жауып тастайды. Ол көп болмайды, ондай карантиндар 2 күндік, 3 күндік болады, кей кезде 1 күнге карантин болады, сондай болады. Енді екінші карантиннің түрі, ол мынау біздің Совет заманының мейрамдарына байланысты. Жаңа жыл, 9 май, 1 май деген сияқты мейрамдар жақындаған кезде карантин жарияланады. Ол уже 5 күн, 10 күн деп сондай жарияланады. Сондай карантин жаңа жылдың алдында жарияланды. 25 желтоқсаннан бастап 5 қаңтарға шейін карантин деді. Яғни бұл уақытта біз ешқайда шықпаймыз. Колонна жүрмейді. Жолға шығып, жолда сопровождение ештеңе болмайды. Бұл кездерде бір особый усилениеға көшеміз. Жаңағы осы кездерде өте қауіпті, біздерге жаңағы нападение болуы мүмкін. Сондықтан барлығы жаңағы дайындалады осындай жағдайларға. Сөйтіп жаңағы 25 күні карантин жарияланды да, офицерлер енді біз жолға шықпаймыз, осы ішкі жұмыстарды қарастырайық, дайындалайық, нападение болуы мүмкін, посттарды тексерейік деп, барлығын сол тексеріп жатқан кезде, анау посттың үстінде дұрыс жабылмаған екен, жартылай жабылған, посттың үсті ашық, енді қоршаудың барлығы глина кірпіштен салынған ғой, и пост та сондай. Соның үсті жай талмен, талдарды кесіп шауып, солымен жабылғанда, талдармен, стройматериал жоқ ол кезде. Сонымен жабылған екен де, бірақ толық жабылмаған екен. Содан 26 желтоқсан күні біраз солдаттарды ана Зеленкаға жіберді. Барып талдар шауып әкеңдер де, мына посттың үстін жабыңдар деді. Сөйтіп, біраз жігіттер жаңағы неге кетті? Талды шауып әкеуге кетті. Көп ұзамай олар қоршауға түсті. Сонан атыс болды, олар бері қарай әйтеуір атысып шықты. Біраз атыс болды, тревога болды. Сол кезде жаңағы түбінде бір солдат қайтыс болды. Бастан оқ дейді, содан бір солдат қайтыс болды сол жерде. Сонымен жаңағы солдаттың денесін 27 күні полкқа жіберді. 28 күні полктан бір үлкен офицер келді, подполковник. Ауғанстанда подполковниктерді өте ретке көресің. Біздегі жүргендердің бәрі лейтенант, старший лейтенант, әр кетсе капитан, майор, бәрі жас сосын. Ана подполковник сөйтсе начальник артиллерия екен. Начальник артиллерия. Сол жаңағы кешке қарай келген, кейс алды бәрімізге строиться деді. Содан айқай басталды. Офицерлер айқайлады көбінесе. Сендерге айтты ғой карантин деп. Неге тише отырмайсыңдар? Мана бала енді темір табытпен жаңа жылға әке шешесіне подарок болып кетті. Соны неге ойламайсыңдар деп жаңағыдай айқайлады біраз. Сонан негізі Совет заман кезінде жаңа жылды ерекше тойлайтын. 20 желтоқсаннан басталады тойлау. Сол 5 қаңтарға шейін тойлайды, қатты тойлайтын. Естері қалмай. Сонан жаңағы офицерлерге айқайлап, сонымен бізді бәрімізді босатты. Сосын бір сағаттай өтті ма, білмеймін, бір уақыт өткен кейін застава тревога бой өтеді. Бәріміз жүгіріп шықтық. Сөйтсек, жаңағы офицер келген подполковник мас, удай мас, аяғында зер тұр.
ішіп алған, застава бою деп жаңағы тревога деп команда беріп тұрған сол екен. Содан шығып алды да жаңағы офицерлерді айқайлап шақырды. Біреуі шықты ма, екеуі шықты ма білмеймін. Оларды неше түрлі боғау сөзбен боқтап жаңағындай неше түрлі айтты. Маған айтқан сөздерін айтты тағы да. Сендер оңбағансыңдар, баланы жаңа жылға өлтіріп алдыңдар деп. Сөйтіп айқайлап боқтап сөйтті да бізді қайтадан отбой тревога деді. Қайтадан өзі жаңағы жұмыстарымызбен сол кетіп бара жатыр едік. Бір 10 минут болған жоқ, қайтадан жаңағы тревога застава бою дейді. Қарасақ жаңағы қайтадан подполковник ішіп алған мас. Қайтадан бою дейді. Кетшер дедік. Сенсіз ақ күні түні бою тревога, түнімен ұйқы жоқ, ол сізді тревога түнімен. Енді сен жетпеймін, қайта бізге ойнайын деп пең бізбен жаңағыдай мазақ қылып деген деп ешкім тыңдаған жоқ оны айтқан. Айқайлайды, ешкім реакция жасаған жоқ. Кім қалай жүрді, солай жүре берді. Офицерлерді шақырып боқтап сөйтіп жатқан. Айқайлап өзінше жаңағы мас, түк аяғына тұра алмайды әзер тұрады. Соны айқайлап шаршады ғой деймін. Кетті әйтеуір ұйықтауға. Таңертең тұрып кетіп қалды. Тұрды да, ерте тұрды да жаңағы кетіп қалды. Енді ол кеткенге 20 жаңа жыл болды, 31 күні кешке ужинда жаңағы бізге праздничный стол дайындап қойыпты. Столдың үстінде жаңағы пакистанский ирис деген болады тәтті. Сосын Ауғанстанда мандарин өседі, банан өседі, кішкентай банандар өседі. Соларды әкеп қойыпты дастарханға. Пепси-кола, сиси деген болады. Соларды қойыпты. Соны бір офицерге біз жаңа жылмен құттықтады. Ужин іштік та, бәріміз өз жұмыстарымызбен посттарға бәріне кеттік. Усиление охрана деді, байқаңдар деп. Жаңағыдай нападение болуы мүмкін деп күнде айтады оны жатарда. Ұйықтамаңдар, дайын болыңдар деп. Сөйтіп мен постта тұрғам. Жаңағы сағат 12 кезінде офицер далаға шықты да автоматқа трассер салып алыпты. Трассер деген жанып ұшатын оқ. Ұшып бара жатқан оқ көрінеді, ұшып бара жатқаны. Ол жаман көрініп қояды, қай жерде атып тұрғанды көріп қояды түнде. Соны аспанға дарылдатып атты. Сосын бір-екі солдат қана тұрған бір жәшік ракетницаларды алып келдік қойғызды. Ракетницаны аспанға атты, сигнальный ракетница. Ол жасыл, қызыл, сары болып атылады, аспанға атылады да, бір орда жанып тұрады кішкене. Соны атады да, аспанға ракетницаны атып жібереді да, соны автоматпен, трассермен атады соны. Ана неге жаңағы тигізбекші жаңағы ракетаға жанып тұрған аспандағы. Сөйтіп жаңағы білмеймін қанша атқанын, бір 40-50-ні 60-ны атпыстаған шығар. Ошым жаңағы бір жәшік ракетница бітті. Өзі ішіп алған, ол да араққа тойып алған, әзер тұр. Сөйтіп тұрды да ракетница біткеннен кейін барлығы мәз-мейрам болып соны қарап тұрған. Застава бою деді. Барлығы не поняли? Бою не істеп? Ешқандай обстрелпака жоқ. Анаған түріне қарап тұрмыз. Сөйтсек, вы что, не поняли, что ли? Застава бою деді. Ну ладно, бәріміз жаңағы боевой позицияны боевой позицияға барып тұрдық. Соның жанында тағы 2-3 лейтенант тұр. Жаңағы біздің командир застава. Командир застава тұрды да, ана тұрған өзеннің ар жағы таудың үстінде кишлак тұр. Сол кишлакты атыңдар деді. Ана офицерлер атпаймыз деді. Ол жерде боевик жоқ деді қазір. Не имеем права деді. Я приказываю вам, лейтенант, смирно деп жаңағындай айқайлап. Ты что думаешь деп жаңағындай өзінше орысшалап бидеп айтты, мен естігенім жаңағы. Они все басмачи деді. Атыңдар деді. Приказываю деп. Содан ана лейтенант есть товарищ капитан деді жаңағы. Барды нені минометтарды, Василевті зарядка жасап, ориентир берді. Огонь деді. Бірақ ориентир точно берген жоқ қой деймін. Өйткені мен қарап тұрдым. Снарядтар, миналар барып, кишлактың жанына түсті. Кишлактың үстіне түскен жоқ, ана кишлак тура төбеде тұр ғой. Кишлактың тура үстіне түскен жоқ, кишлактың жанына барып жарылды жаңағы снарядтар. Бір атқанда 4-еу кетеді, соны 8 атты ғой деймін. 2 кассеттен атты, 8 снаряд кишлактың жанына барып түсті. Тура үстіне түскен жоқ. Соны ана офицер білмеймін, қышы уғанды ма бір жерің жаңағы бұрды да ішіп ағып кетіп қалды. Отбой деді да. Тревога отбой деп жаңағындай. Соның бәрі кетті. Таңертең начальник хат деген ол КНБ ғой. Сол хаттың местный жаңағы сол жердегі КНБ-дің отделдің бастығы Гулям Наби деген болған. Сол таңертең жетіп келді. Түнде сендер қышлақты аттыңдар ма, неге аттыңдар деп. Ана жерде 3 адам өлді деді. Енді сол кезде біздің командир түсінді. Енді особый отдел келіп оны қазір тексеретін.
ананы Гулямнабиді шақырып алды да пистолет подарка берді, Макарова пистолет подарка берді да, егер насоби әділ келсе айтшы, мен ат деп айт деп, деп айта салшы деді. Гулямнаби жарайды деді, кетіп қалды. Сонан особый әділ жетіп келді түстен кейін. Кім сендерге приказ берді кишлақтатуға деп, неге аттыңдар түнде деп. Соны біздің командир жаңағы Гулямнаби приказ берді, сол попросил деп айтты деді. Содан анау сенген жоқ, біреу тағы бірден айтып қойды ма, шындықты білмеймін. В общем, ертеңде келді, біздің командирді алып кетті полкқа, разбираться будем деп. Сөйтсе оны апарып гаупаққа жауып тастапты. Ол коммунистің. Сонымен жаңағы партияның собраниесін салған, в общем, партиядан шығарған оны. Біраз тасқа кетіп есінде қалдырған оны. Соны біз ойлағанбыз, енді бітті, оны не сотта жібереді, не союзға қуып жібереді деп ойлағанбыз. 2-3 ай жоқ болып кетті, келмей кетті. Жоқ. Жаңағы ешкім білмейді не болып жатқан. Біреулер айтты, партиядан шығарып жіберді оны деп. 2-3 айдан кейін ба, точно қазір есімде жоқ. Көп уақыттан кейін келді, жаңағы бір күн келіп тұр. Түрі жаман болып кеткен, настроение жоқ, сөйлескісі келмейді бізбен, сондай қабағын түйіп алған. Әбден таяқ жеген ғой деймін басшылардан. Айқайлап, содан жаңағы көп күн болған жоқ, білмеймін, неше күн болған, бір 3-4 күн болды ма, өзін атып тастады. Әйтеуір өлген жоқ, больницаға госпитальға апарып тастады. Сондай жағдай болған. Сол сияқты тағы бір жағдай, мына Кундуздан шыға берісте Матрасы деген жер бар, қишлақ. Сол жерден өтіп баратқанда біздің ай атқылайтын. Содан бізге бір жаңадан замполит келген батальоны. Сол қишлаққа кіріп, үлкендерін шақырып алып сөйлесіпті. Осы жерден ыңғай атқылайды бізді. Ол боевиктерге атамайды, сендер атасыңдар ма, кім атады деп сұраған ғой. Сөйтсе біз атамыз деп талар. Неге атасыңдар бізді деген ғой. Сендер бізді неге атасыңдар депті. Міне мына жерде жолды бойында танковый взвод тұр, жаңағы застава тұр. Жолдың бойында таудың үстінде жоғары қарай. Үстінде танк тұрады, 2 танк тұрады, 2 жақ қарап тұрады. Сол танк түннің ішінде біздің қайғат депті. Сосын біз сендерді атамыз депті. Соң замполит сол жерге барып, сол жерде бір лейтенант екен, жаңағы сол заставаның бастығы. Сол лейтенантты бірден союзға қуып жіберді. Білмеймін не істеген ары қарай. Соттады ма, соттамады ма, өзі білмеймін, қуып жіберді. Басқа адамды келіп қойды. Сосын қайтып келіп мыналардан кешірім сұрады. Осылай біз ананы қуып жібердік, басқа адам қойдық деді. Сөйтіп кешірім сұрады. Сосын атуды қойды, уже рахат болды. Атпайды өтіп баратқанда. Мен бір офицерден естіп едім. Ол айтады, Ауғанстанға жіберген кезде дейді, енді бірінші очередь жаңағы мұсылмандарды жібереді ғой, жаңағы қазақ, өзбек, тәжік, қырғыз дегендерді жібереді. Немесе дейді, анандай тәртібі өте нашар офицерлер болады ғой. Кей кезде 100 граммшық қойып, бірдеңені бүлдіріп қояды, сөйтіп жүреді ғой. Сондайларда жаңағы заявка келеді ғой, Ауғанстанға бір офицер жіберіңдер деп жатыр. Командир полкаға сондай бір заявка келеді ғой. Сол кезде ыңғай сондайларды жібереді екен. Кейін вывод болады деген кезде ғана бір 2-3 айға ыңғай керісінше ең тәртіпті офицерлерді жібере бастады. Вот сол анау келген жаңағы замполит сондай еді. Қатып қалған бір Паулус Табу. Өзі старший лейтенант, капитан майорлар қорқады анау келген кезде. Ол ештеңе көнбейді, давай бүйте салайық, келісе салайық, жаба салайық деген ештеңе көнбейді ол тегі. Тақылдап қалған біреу. Барлығын по-честному. Сондайлар жағдайлар болады Ауғанстанда. Ал енді біз тұрған жердегі боевиктар, олар боевиктар. Олар басқа жолдың үстінде тұрып алады да, ой сартылатады біздің өтіп бара жатқан КамАЗдарды. Барасың, КамАЗ жолдан шығып кеткен емес, жолдың үстінде тұрып қалған. Ана КамАЗды жолды босату керек, КамАЗды жолға итеріп жібересің, жолды шетінен БМП-мен. Колонна тоқтамау керек, жүре беру керек, тез кетіп қою керек. Анау қауіпті участокты тез өтіп кету керек. КамАЗдарға тез кетіңдер дейсің, өтіп жатады. А былай БМП-ны зеленканың ішіне қойып қоясың. Олар БМП-дан кішкене қорқады. БМП-ны атқан кезде жаман талдар тесіп кетеді. Талай сондай жерде, қауіпті жерде солай тұрдық. Енді біреу бірдеңені көп көрді, аз көрді деп айтуға болмайды. Біз о жаққа сондай бір ерлік жасап, соғысып келуге барған жоқпыз ғой. Еріксізден жіберді. Әркім әртүрлі болды. Біреулер полкта болды, біреулер осындай зеленкаларда, не спецназда болды. Әртүрлі қиындықты көрді. Қиындық көрмесе де, көрсе де барып сол жақта болып келген жігіттердің барлығына құрметпен қарау керек, бірдей. Нам не хватало воздуха на горных перевалах. Мечтали о воде мы в пустыне Регистан. Кричали мы от боли на койках медсанбатов. И все-таки по-доброму мы помним
наш Афган. Кричали мы от боли на койках медсанбатов, и все-таки мы в памяти храним Афганистан. Елге қайтарда Ауғанстан президенті баршамызды от благодарного афганского народа деген медальмен марапаттады.